Сәлем, достар. Бүгін біз барлығымызға таныс бір сезім туралы сөйлесеміз, бұл ашушаңдық. Неліктен кей адамдар оңай ашуланып, өз эмоциясын басқаруда қиындық көреді? Ашушаңдықтың негізгі себептері қандай және онымен қалай күресуге болады? Осы сұрақтарға бірге жауап іздейік. Бір бөлім, ашушаңдық деген не? Ашушаңдық бұл адамның стреске немесе сыртқы жағдайларға жауап ретінде пайда болатын эмоционалдық реакциясы. Бұл табиғи сезім, бірақ оны басқара алмаған кезде ол қарым-қатынасты бұзуы немесе денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Қысқаша айтқанда, ашушаңдық бұл біздің ішкі энергиямыздың бақылаудан шығуы. Екі бөлім, ашушаңдықтың негізгі себептері. Бір, физикалық факторлар. Ұйқының жетіспеуі. Денсаулық мәселелері, мысалы, гормоналды теңгерімсіздік немесе қан қысымының жоғарылауы. Аштық, ашулану және аштық бір-бірімен байланысты болуы мүмкін. Екі, психологиялық факторлар. Стресс, күнделікті проблемалар, қарбалас өмір салты. Өзін-өзі төмен бағалау немесе ішкі уайымдар. Жинақталған ашу, ұзақ уақыт бойы эмоцияны іште сақтау. Үш, сыртқы жағдайлар. Қоғамдық қысым. Қоршаған ортаның әсері, мысалы, шу, кептеліс, жұмыс орындағы келеңсіз жағдайлар. Үш бөлім, ашушаңдықтың салдары. Ұзақ мерзімді ашушаңдық денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Жүрек-қан тамырлары аурулары. Қатынас пен достық байланыстардың бұзылуы. Күйзелістің күшеюі және эмоциялық тұрақсыздық. Төрт бөлім, ашушаңдықтан қалай құтылуға болады? Бір, эмоцияларды басқару тәсілдері. Терең тыныс алу жаттығуларын жасаңыз. Эмоцияңызды ашық айтуға тырысыңыз, бірақ қатты сөз айтудан аулақ болыңыз. Екі, күн тәртібін реттеңіз. Дұрыс ұйқы алыңыз. Тамақтану тәртібін қадағалаңыз. Аш жүрмеуге тырысыңыз. Үш, стрессті азайту. Медитация немесе йогамен айналысыңыз. Сүйікті істермен айналысып, көңіл күйіңізді көтеріңіз. Төрт, көмек сұраудан қорықпаңыз. Психолог немесе маманмен сөйлесіңіз. Бұл сіздің эмоцияңызды түсінуге және оны басқаруға көмектеседі. Бес бөлім, ашушаңдықтың алдын алу жолдары. Ең бастысы, өзіңізді және эмоцияңызды түсіну. Сізді ашуландыратын негізгі факторларды анықтаңыз. Тұрақты түрде демалып, өмірден позитив іздеңіз. Қорытынды. Ашушаңдық бұл әркімнің басында болатын қалыпты сезім. Бірақ оны дұрыс басқару маңызды қасиет. Егер сіз осы кеңестерді ұстансаңыз, өміріңізге жеңілдікпен үйлесім әкелесіз. Достар, егер видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда пайдалы кеңестерді жалғастырамыз. Көріскенше.